Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге осындай шаблонның қалай жаңағы киімге ілетінін қазір сіздерге көрсетемін. Екі жолы бар бұл шаблонның. Міне булавка для значканы осылай жабыстырып қойсаңыздар болады. Қазір видеода мен сіздерге анық түсінікті етіп түсіндіремін. Бұндай шаблон мен вип каналымда бар. Ол жайында толық ақпаратты қазір видеоның астында комментарийдан көре аласыз. Ал міне мынау біздің шаблон. И сізге осындай не керек болады? Обычно булавка керек болады, и осындай булавка керек болады. Булавка для брош деп аталады. Бұндай булавкаларды жаңағы базарда шторы сататын жерлер, 500-100 мелочей деген магазиндерде болады. Енді қараңыз, қазір мынау шаблоным менде фотобумагаға шығарылған. Фотобумаганың қалыңдығы 200 грамм, 200, 210, 220 граммдық фотобумагаға шығара берсеңіз болады. Односторонняя глянцевая фотобумага. Екі жағы да глянцевый емес, бір шеті жылтырап тұрады, ал келесі шеті матовый. Енді осылай линия бойынша, линия дегенде шаблонның өзі линия, міне шаблонның суреті бойынша барлығын қиып шығатын боламын қазір. Міне осындай шаблонға сіз 15-10 жылдық, 5 жылдық кездесу деп мысалы жазып, киімге тағып қойса өте әдемі көрініп тұрады. Жаңағы айтқандай бұл шаблондар менің вип каналымда бар. Енді қараңыз. Енді қазір бізге дырокол, егер де обычно булавкамен өткізетін болсаңыз дырокол керек, ал егер де жаңағы осындай значокқа арналған сізде булавка болатын болса, булавка для значка деп аталады. Қазір горячий клеймді аламын. Горячий клеймді алып, осы шаблонның артына осылай жағып шығатын боламын, кішкене капелька ретінде. Одан кейін қазір булавка для значканы алып, былай жабыстыра саласыз. Осылай кішкене кепсін, қазір ыстық болып тұр, и все. Енді осылай киімге таға салсаңыз болады, өте әдемі көрінеді. Міне осыны именно осындай шаблонға емес, жаңағы детский шаблондар бар, мысалы 25 сентябрь деген сияқты сондай шаблондарға да осылай қоңырауды жабыстырып қойса болады, например. И вот, міне булавкамыз ашық тұр. Клей кепкеннен кейін жаңағы клейлерді шеттерден алып тастаса болады. Ал егер де булавка для значка болмайтын болса, онда осылай шетін тесесіз и обычный булавкамен өткізе салсаңыз болады, тоже өте күшті көрінеді. Егер де андай булавка қиындау болса табу. Ал осындай булавка любой магазинде сатады, любой магазиннен ала аласыз. Ал мынандай булавканы оны специальный магазиндерге барып сатып алу керек. Ал енді біздің шаблонымыз полностью дайын. Егер де менің видеоларым ұнаса, YouTube каналыма подписаться етуді және де лайк басуды ұмытпаңыздар и комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда сіздерге арналған көптеген обучающий контентті видеолар түсіретін боламыз. Біздің каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!